Уақыт машинасы Герберт Уэллстің алғашқы ірі ғылыми фантастикалық жұмысы. Уақыт аргонавтары әңгімесінен қайта өңделіп, 1895 жылы шығарылды. Түпнұсқа тілі ағылшын тілі. Ағылшын тілінен қазақ тіліне аударған Әбу Асқар Мекешұлы. Жазушы аталған роман жазу үшін 8 жыл бойы дайындалып, қиялында пісірген көрінеді. Романның жұмысы Герберт Уэллстің естеліктері бойынша үлкен еңбегімен берілді. Пікірталас қоғамының мәжілістері өткен оңтүстік Кенсингтондағы тау мектебінің жертөле бөлмесіндегі Хэмилтон Гордон тегі бойынша, студент Хинтон 4-ші өлшем дегеніміз не кітабының желісі бойынша евклидтік емес геометрияның мүмкіндіктері туралы баяндама жасады. Уақыт машинасы техника көмегімен адамның уақыт саяхаты сипатталған алғашқы әдеби шығармалардың бірі болды. Әйгілі автор Герберт Уэллстің бұл романы адамзаттың болашағын болжауға негізделген классикалық туынды. Шығарма әлем оқырмандарына 3 өлшемді кеңістікте ғана емес, уақытты бойлап сапар шегуге болатынына сендірген әрі шабыттандыратын дүние. Әдеби туындыда сөз зергерінің қоғамдағы саяси әлеуметтік өзгерістерге, өндірістің қарыштап дамуына және дүниенің ақыры мен жаратылыстың соңы не болатынына қатысты өзіндік ой толғамдарын аңғарамыз. Шығарманың желісі бойынша бас кейіпкер өнертапқыш ғалым уақытты басқаратын көлік ойлап табады. Сонан соң келешекке, яғни 800-2701 жылға аттанады. Ол ғылым мен техниканың дамуының шарықтау шегіне жетіп, өркениеттің құлдырауға ұшырағанына куә болады. Бай адамдардың ұрпақтары герой, ал кедейлердің ұрпақтары барлонттарға айналып, адамзат бұрынғы кемел ақыл мен санадан айырылыпты. Төңіректе геройлар мен барлоттардың арасында тіршілік үшін қиян-кескі ұрыс жүріп жатыр. Мұндай өмірден жаны түршіккен бас қаһарман көптеген қиындықты жеңіп шығып өткен шаққа қайтып оралады. Бұдан бөлек Герберт Уэллстің 40-қа жуық романы, 30 томдық ғылыми және саяси әлеуметтік еңбектері бар. Кітаптары бірнеше тілге аударылып, шығармалары желісімен фильмдер түсірілген. Бірнеше ғасыр өткенге шегеріп, тіпті бірнеше ғасыр болашаққа баруға болатынын білу үшін Герберт Уэллстің «Уақыт машинасы» кітабын оқуыңыз керек.